ұстаз KZ. Бүгін біз сіздермен PowerPoint-пен құрастыруға болатын айналмалы ойын жасап көреміз. Ендеше бастайық. Ең әуелі бізге айналмалы колесо керек болады. Оны диаграммадан аламыз. Оқушы санын енгізетін боламыз Excel-мен. Артық жерлерін алып тастаймыз. Вырезать етеміз. Вставить нижний кіріп, специальная вставканы басып, астына түсіріп, метафайлды басамыз. Енді колесомыздың кішірейтіп аламыз. Группировать етеміз. Группировайтты екі рет басамыз, разгруппировать. Тағы да бір рет. Разгруппировать етеміз. Енді тағы да осындай колесо дайындайтын боламыз. Бұл жерге енді тапсырманың санына қарай диаграмма құрамыз. Мысалы, ол тапсырма дейік. Бұнда артық жерлерін алып тастаймыз. Ішіне керекті жазуымызды жазып аламыз. Осылай жазып алсақ ыңғайлы болады. Енді тапсырмамызды жазамыз. Енді осылай колесоларымызға оқушылар тізімін енгізіп, және де тапсырмаларымызды жазып болғаннан кейін айналмалы анимация жасаймыз. Ол үшін колесомызды қайтадан группировайтты басамыз.
мінекей енді анимация енгізетін боламыз. Мінекей біздің коллизияларымыз айналып отыр. Енді бізге тағы да фигура керек болады. Осылай коллизиямыздың айналу уақытысын жылдамдатып қойып аламыз. Повторенияны дали деп қоямыз. Енді келесі бізде осы екі коллизиямыз бірдей айналу үшін екеуін бірдей shift'ті басып тұрып добавить анимация возникновениені басамыз. Енді мына кнопканы басып уақытына кіреміз. Келесі енді екінші группаны штаб басып тұрып, анимацияның ішінде с предыдущийді басамыз. Мінекей біздің коллизияларымыз дайын болды. Енді оларды айналдырып көрейік. Басамыз. Тоқтаймыз. Мінекей Арсенде мына тапсырма түсті. Келін соғышы. Басамыз. Мінекей тоқтайды. Осылай PowerPoint-пен офлайн түрде ойын жасап, оқушыларды ойнатсаңыздар болады. Сабақ арасында серіктік сәт ретінде ең тиімді деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет. Менің каналым ұнаса, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алда әрі талай қызықты материалдармен бөлісетін боламын.